Ассаламу алейкум ва рахматуллахи ва баракатух. Құрметті мұсылман бауырлар. Пайғамбарымыз саллаллаху алейхи уассаламның хадисында мына бір оқиға баяндалады. Жалпы бір күні сондай бір ыстық шөл далада түйесіне мінгесіп, оның үстіне өзіне керекті сусынын, тамағын, дүниесін артып келе жатқан бір жолаушы болады. Бұл кісі қатты шаршап, күннің ыстықтығынан көлеңкелдей бастайды. Алыстан қараса бұл кісіге бір ағаш көрінеді. Сол ағаштың жанына келеді, ағаштың астында көлеңкесі болады. Сол көлеңкеге отырып сәл бір дем алып алуды ол кісі ұйғарады. Сөйтіп түйесінен түседі. Түйесінен түсе салған сәтте әлгі түйе барша үстінде тұрған затымен қаша жөнеледі. Әлгі қожайын оны былай да қуады, бірақ қуып жете алмайды. Ол ұзақтап түбі ғайып болып жоқ болып кетеді. Яғни қашып кетеді. Сөйтіп бұл кісі қатты мұңаяды, қатты жылайды, әлгі көлеңкенің астына келіп отырады, мұңайып кетеді. Не істеймін мен? Өзіңіз ойлаңыз. Сіздің барша тұрған затыңыздың бәрін, яғни керек ертеңгі күндік, одан кейінгі күндік күнкөрістеріңіздің бәрін әлгі астыңыздағы түйе алып қашып кетеді. Қандай халде боласыз? Бұл кісі өмірден үміті үзіліп, өлімін күтіп, ұйықтап кетеді. Қарны қатты ашқаннан, шөлдегеннен ұйқыға батып кетеді. Сөйтіп, сәл бір уақыттан кейін оянса, әлгі қашып кеткен түйесі көзінің алдында тұрады. Бұл кісі қатты қуанып кетеді. Өзіңіз ойлаңыз, бағана қашып кеткен түйеңіз сәл бір уақыттан кейін, сіз ұйықтап кеткеннен кейін көз алдыңызда тұрса, сіз қалай қуанасыз? Бұл кісі қуанғандығында шек жоқ, сондай бір қатты қуанышқа бөленгеннің кесірінен аузынан байқамай мынандай сөзді айтып жібереді. Я Раббым, расында сен менің құлымсың, ал мен сенің Раббыңмын деп қуанғаннан осындай бір сөзді айтып жібереді. Сол кезде осы оқиғаны баяндап отырған пайғамбарымыз саллаллаху алейхи уассалам айтады. Біле білсеңдер, Аллаху Тағала бұл кісі түйесінің қайтып келгеніне қуанғаннан осындай сөз айтып отыр. Бірақ Аллах Тағала сендер тәубелеріңе келсеңдер, одан да қатты қуанады. Сол сәтте, яғни тәубе қылсаңдар, сендер Аллаху Тағаланың ең сүйікті құлы боласыңдар деп айтады. Аллаху Тағала баршамызды шынайы тәубе қылған құлдарының қатарынан қылсын. Барша біліп білмей істеген күнәларымызды кешірсін. Күнәміз көп, таудан да үлкен, тастан да қатты. Оны тек Аллаху Тағала ғана кешіреді. Аллаху Тағаладан кешірім сұраудан ешқашан жалықпайды. Аллаху Тағала бізді өзінің сүйікті әрі разы болған құлдарының қатарынан қылсын. Ассаламу алейкум ва рахматуллахи ва баракатух.